Шөлдің ортасында және барлық көршілерімен дұшпан болған бір ел ойлаңыз. Дәл сол жер Израиль. Өмірде қалу үшін жасау керек болған нәрселері барынша қателік істемеу. Моссад осы үшін бар. Былайша айтқанда, Моссад Ресейде ФСБ және ақштың FBI сияқты бір ұйым. Израильдің бүкіл жер жүзіндегі яһудилерді қорғау үшін құрған құпия агенті Моссад ең қорқылатын агент ретінде білінеді. Ұйымда не жоқ, не бар, қанша ақшасы бар білінбейді және Израильдің заңдарына бағынбайды. Жауапкершілікті президент мойнына алады. 1951 жылы ресми түрде құрылған бұл ұйымның қанша адамы бар екені білінбейді. Бірақ бірнеше мың дегендегі жобамен айтылады. Бірақ олардың алатын сабақтары өте қиын. Ең алдымен университет бітірген болуы керек. Және бірнеше тілді ана тілі сияқты еркін сөйлеу алуы керек. Бұл ең қарапайымдары. Бұдан бөлек адам өлтіру, ұрлық жасау, аш қалу, ұйықтамау, бет әлпетін өзгерте алу, физикалық соққыларға шыдай алу, соғыса алу, суыққанды болу, басшысына мойынсыну, барлық қаруды қолдана алу, өмірдің шарттары қалай болса да өмірге қалуға тырысу, және адамды сендіре алатындай өтірік айту бойынша үйретіліп дайындалады. Бұл құпия ұйым жер бетінде ең көп қастандық жасаған ұйым ретінде білінеді. Мысалға 1972 жылы Германиядағы Мюнхен олимпиадаларында Қара сентябрь атты Палестиндің бір ұйымы израильдік 11 спортшыны өлтірген. Германиялық полицейлер ештеңе істей алмағандықтан Моссад Тәңірінің қаһары атты операция бастап, бұл істе саусағы бар адамдарды біртіндеп бәрін өлтірді. Бүкіл әлем Моссадтың бұл күшін көріп шок болған еді. Енді ғана құрылған бір елдің агенттігі болатын. Бірақ бұл не алғашқысы, не соңғысы еді. Енді қазіргі күнімізге жақын уақытқа келейік. 2010 жылы көптеген ирандық ядролық физикшілерді өлтіріп кетті. Біреуі үйінде өлі күйінде табылса, бірі көшенің ортасында бомбамен шабуылға тап болатын. Бүкіл адамдар Иран тарапынан жақсы қорғауға алынса да, Моссад оларды жойды. Иран бұны Моссад жасағанын айтса да ешбір дәлел таба алмады. Өткен жылы Қасым Сүлеймани ақш тарапынан өлтірілді. Бұл суретте Қасым Сүлейманидің артындағы адамға қараңыз. Бұл адамның Моссадтың адамы екені анықталды. Олардың тобы бірнеше бөліктерге бөлінеді, ал Кидон деп аталатындары профессионалды түрде қастандық жасаушылар. Олар фильмдерде көрген адам өлтірушілерден де бетер. Кидон туралы барлық нәрсе құпия. 2004 жылы америкалықтар Сириядан біртүрлі сигналдар ала бастайды. Шөлдің ортасындағы Эль-Кибар атты кіші әскери топ пен Солтүстік Корея арасында тез-тез телефон қоңырауы болып жатқанын байқайды және оны Моссадқа айтады. Моссад ізіні табу үшін бір ғалымды зерттеу үшін Лондонға барды. Ғалымның қонған отеліне жасырын кіріп, компьютеріне вирус орнатып, оны бақылауға алды. Эль-Кибар әскери тобына байланысты көп мәлімет осы жерде еді. Солтүстік Корея мен Иран ол жерге ядролық орталық құрған болатын. 2007 жылы Моссад бұл жерді жойып тастады. Моссадтың агенттері барлық жерде болуы мүмкін. Күдіктенбеген адамдарыңыз бұл ұйымға жұмыс істейтіндер болуы мүмкін. Кейбір мәліметтерге қарасақ, Моссад агенті бір айна. Және ешбір агенттің бізден айырмашылығы жоқ. Оларға қарап күдіктенбейсіз. Жүрген жерлеріне тез сіңісіп кетеді. Мысалға, бұл суретте көрген адамдарыңыз Хамастың ішіне кірген Моссад агенттері. Енді сізге бір тыңшылық оқиғасын айтамын. Эл Коэн Мысырда туған, кедей бір отбасының ұлы. Мысыр армиясы үшін көптеген істер атқарды. Сирияда әскерге барып, генералдардың көзіне түсті, сеніміне кірді. Сирияда министр деңгейіне дейін жетті, бірақ ол Моссадтың тыңшысы еді. Және адам сенгісіз жолдар арқылы Израильге Сирия туралы мәлімет беріп отыратын.
Сирия әскерінің баратын жерін егіп қойған ағаштар мен Израильге білдіретін бұл адам соншалықты сенімге кірді және Сирия президенті болуға да аз қалды. Бірақ Израильге жіберген мәліметтері Ресейдің агенттігінің фреквенцияларына түсіп қалады. Тыңшы екенін байқап қойды және оны асып өлтірді. Оның берген мәліметтер арқасында Израиль әскері Сирия әскерін жойды. Оның сүйегі әлі де Сирияда және ол адамның сүйегін алу үшін Сирия және Израиль арасында тез-тез дипломатиялық келіспеушілік болып тұрады. Енді келесі адамның оқиғасын естіңіз. Есімі Асхаф Марва. Мысырдың ескі президенті Жемал Абдул-Насырдың қызына үйленген. Моссадтың өзіне деген қатты қызығушылығын білдіргеннен кейін өзін жоғалтып алады және Израильге Мысыр туралы көптеген мәлімет береді. Оның код есімі Періште. Ол жылдар бойы тыңшылық жасады және соғыс кезінде Израиль тезде жеңіске жетті. Асхаф Марва 2007 жылы Лондондағы үйінің 5-ші қабатынан құлап өледі. Оның өлтірілгені анық, бірақ кім жасағанын ешкім білмейді. Оның өлмей тұрып киген аяқ киімі және көптеген документтері жоғалғандықтан өлімі туралы ешбір нәтиже шықпады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияның көптеген танымал әскерлері Моссад тарапынан өлтіріле бастады. Өлді деп білінген Адольф Алтман деген генералдың өлмегенін және Аргентинада өмір сүріп жүргенін анықтады. Және Израильдің агенттері ұрлап кетті. Израильге алып келіп жауапқа тартылды және 1961 жылы өлтірілді. Қалған көптеген Гитлердің адамдары күтілмеген жерлерде өлтірілді. Тіпті кейбіреулері өлмеу үшін Моссадтың тыңшысы ретінде жұмыс істеуге мәжбүр болды. Моссадтың ерекшеліктерінің бірі кек алуды есінен шығармауы. Егер әлемнің бір жерінде бір яһудиге қарсы бірдеңе болатын болса, ол іске араласқан барлық адам есеп береді. 20 жылдан кейін де Моссад тарапынан өлтірілген адамдар бар. 2016 жылы Мухаммед Хавахли Тунисте өлтірілді. Ол адам Палестин үшін пилотсыз әскери ұшақ жасаймын деп әрекет етіп жатқан еді. Бұл ісі үшін өлтірілді. Судан және Эфиопия арасында өмір сүріп жатқан кедей яһудилерді Израильге алып кету үшін жасырын операция басталған болатын. Операция үшін түрлерін өзгерткен Моссад агенттері бір-бірімен неке құрған адамдар сияқты көрсетілді. Қызыл теңіздің жағалауында отель құрып, сүңгу операциясын бастады. Бұл қонақ үйдің не үшін ашылғанын айтпаса да түсінікті. Бұл қонақ үйге әлемнің барлық жерінен туристер келетін еді. Бұл ұйымның неге осылай қатыгез екеніне келетін болсақ, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бұл ұйымның құрушылары яһудилерді қалай өлтіргеніне куә болған. Келесі бейнеде көріскенше.